табыс деген адамға уақытында толады. Ән айтпасам осылай домбырамда тоңады. Крес басып ауылда КамАЗ деген толады. Бүгінгі менің өлеңім шөп туралы болады. Шөп басамыз, КамАЗ болса қалмаймыз. Крестерді сындырмаймыз, бәрін тура санаймыз. Ауылымда жоңышқа мен сабан пресс біткенше, Астанаға, стройкаға біздер әзір бармаймыз. Таза жоңышқаңызға қымбат баға қонып тұр. Бір пресстің басуы 30 теңге болып тұр. Біздің жақтың шөптерін көрген көзден желігет. Көтерем боп тұрған мал уақытында семірет. Еңбек етіп несібені тетіңіз. Шын айтамын, біздің шөпті көзіңізбен көріңіз. Қандай шөптің түрі керек, бізге заказ беріңіз. Сенімді боп кету